Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен вишневый пирогтың рецебін сіздерге ұсынғалы отырмын. Ол үшін бізге қажетті керек жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Мөлшермен алынған қантымызды үстіне аз-аздан салып отырып, жақсылап араластырамыз. Массамыз ағарып, қоюланғанша араластырып отырамыз. Әрине миксердің көмегімен болса, жақсы болады. Әбден араласып болғаннан соң, міне массамыз ағарды және қоюланды. Енді бұның үстіне описаниеда жазылған ұнның мөлшерімен үстіне разрыхлителімізді қосамыз. Ұн мен разрыхлительді қосып, араластырып, үстіне салып, тағы да жақсылап илейміз, араластырамыз. Можно лопатканың көмегімен, можно миксермен де араластыруға болады әрине. Ұнымыз әбден араласқанша жақсылап араластырамыз. Ұнымыз араласып болғаннан кейін біркелкі массада араласып болғаннан кейін үстіне описаниеда жазылған ерітілген сармайымызды қосамыз. Ерітілген сармайымызды қосамыз үстіне. Және тағы да сұйық майымызды қосамыз. Сосын лопатканың көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Міне біркелкі масса болып араласты. Енді осы массамызды пергаментный бумага салынған формаға саламыз. Бумага болмаса, майласаңыздар да болады. Менің каналыма әрине тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолданыңыздар. Оғанға дейін ортасында мөлшермен алынған ұнға қантты салып, және сармайымызды қосып, холодильниктен алынған сармайымызды қосып, кішкене ванилин қосып, жақсылап растирать етеміз. Үккілейміз. Оны қойып, осы уақытта ішіндегі сүйегі алынған вишнямыздың үстіне крахмал саламыз. Кукурузный крахмал, не болмаса картофельный крахмал салып, жақсылап араластырып, енді осы вишнямызды жәнегі құйылған пирог массасының үстіне біркелкі қылып жаямыз, жайып саламыз. Керемет дәмді пирог болып шығады. Осы пирогты жасауды сіздерге кеңес беремін жасауға. Қонақтарыңыз келсе де еш ұялмай тартуға дайын пирог, өйткені бұның дәмі де тіл үйіреді, және түрі де өте жақсы болып шығады. Сондықтан және де тез жасалынады. Араластырып, жақсылап араластырсаңыздар болды, құя саласыздар формаға. Міне бетіне вишнямызды жақсылап салдық. Енді жәнегі дайындаған крошкамызды бетіне сеуіп шығамыз. Бетіне сеуіп шыққаннан соң духовкаға 40-45 минутқа 200 Цельсия градуста 45 минутқа қоямыз. Міне пирогымыз дайын болды. Бұны әрине әбден суығаннан соң кескендеріңіз дұрыс болады. Мен біраз әбден суыған соң бірақ кестім. Әдемі болып шықты. Өте күрделі емес, көріп тұрғандарыңыздай.
дәмі де керемет болады. Міне енді кесіп сіздерге көрсетемін. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, қоңыраушаны басып қойсаңыз, үнемі менің рецептім сізге бірінші шығып көрсетіп тұрады. Қоңыраушаны басып, все дегенді бассаңыз, көрініп тұрады. Міне пирогтың түрі осындай. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Алтынай. Осыны бірге дайындап, ас болсын сіздерге. Әлі де көптеген рецепттерім болады. Менің каналымда болыңыздар. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you want.